Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге сондай тез дайындалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл салат осындай тұмау кезінде тәбет ашатын, таптырмайтын салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бізге қажетті заттар: фунчоза және сәбіз, чем-чем. Алдымен осындай ыдысымызға фунчозамызды жақсылап қолымыздың көмегімен үгітіп саламыз. Мен тек 200 грамын ғана пайдаландым. Осының үстіне қайнап тұрған суымызды қойып 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Және де осындай терканың көмегімен сәбізімізді ұзынша етіп теркілейміз. Мінекей бізде осындай сәбіз болып шықты. Енді осының үстіне жаңағы фунчозамыздың суынан бөліп алып, осы сәбізіміздің үстіне салатын боламыз. Жақсылап осы вилканың көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, чем-чемімізді үстіне салып, енді қолымыздың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 15 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Одан кейін ыдысымызға салып дастарханымызға ұсынсақ болады. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.